Миғражда екі оқиға болады, бірақ сирада біреуін келтірдік, сираның екінші томы мынау. Сосын сәл уақыт өтіп, кенет қарындары үлкен үй сияқты адамдарды көрдім дейді пайғамбарымыз айтады. Миғражға көтерілген кезде қарындары дәу адамдарды көрдім дейді. Олардың әрбір орнынан тұрған сайын, уа Алла, қиямет күнін болдыра көрме деп көтерілді де қайттан құлайды дейді қарнымен. Олардың Аллаға жалбарынғанын естіп, бұлар кімдер? Уа Жәбірейіл деп сұрадым дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Сонда Жәбірейіл алейхиссалам, бұлар сенің үмметіңнен өсім жегендер деп айтты дейді. Яғни бұл да кіреді ғой енді рассрочкаға. Өсімге кіреді, қазір келеміз болғанда. Енді мына аятты келтірген мына жерде. Мысалға мына Бақара сүресінің 275 аят екен ғой. Өсім жейтіндер 5 күндік жалған дүниеде пайдаға кенелдік деп ойласа да, қиямет күні қабірлерінен бейне бір шайтан ұрып жынданған адамдай оянады дейді. Бұл олардың сауда саттық тура өсім сияқты деп айтқандығынан дейді. Сауда саттық тура өсім сияқты, оның ешқандай айырмашылық жоқ деп айтқан сөзінен дейді. Ойба, не деген? Осылай айтылып жатыр ғой, мына әңгіме айтылып жатыр ғой. Ешқандай парқы жоқ, кәдімгідей бөліп аласың просто деп жатыр да. Ондай емес қой бірақ ол жерде. Айтсе де Алла сауда саттықты адал етті, өсімді харам қылды дейді. Кімде кімге Раббысынан өсімнің харам екендігіне қатысты қандай да бір нұсқау, ескерту келіп, өсімнен дереу тыйылса, бұрынырақта өсімнен тапқан табысы өзіне тиесілі болып қалады да, ал ісі Аллаға тапсырылады дейді. Бұрынғы тауып келатқаны болса, тәубе қылады, сонымен қала береді дейді. Яғни малыңның бәрін құртып жібер деген жоқ дейді. Ал кім Алладан келген нұсқауға қарамастан өсімді адал санап, жоқ бола береді бұл рассрочка деген. Жаңағыдай пеня қосылса да ештеңе қылмайды, азғантай пеня ғой деп, қайтадан өсімқорлыққа салынса, міне солар сондай дейді. Отқа түседі дейді. Олар сонда мәңгі бақи қалады дейді Алла Тағала аятта. Басқа бір хабарда олардың қарындарының үлкендігінен қозғала алмай жатқан кезде тозаққа айдалып бара жатқан перғауынның әскерлері оларды таптап кететіндігі жайында айтылған дейді. Негізі өсіммен ойнап жүрміз біз. Біз негізі отпен ойнап жүрміз. Бұл кабаир ғой, үлкен күнәлардың. Үлкен күнәлардың жетеуінің біреуіне жатады, дұрыс па?